Қырғызстанда кезекті революция болады ма? Қабылданған жаңа конституция Садыр Жапаровтың диктатурасына әкелмейді ме? Қырғыз бауырларымызбен не болмақ? Армысыздар. Сіздермен бірге Қалио Бакыров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Біз бастаймыз. Отыз жыл ішінде 11-ші рет референдум жасаған Қырғызстан президенттік республикаға айналды. 2 ай дайындықпен өткен саяси шара жергілікті кеңестерге сайлаумен бір мезгілде болғандықтан, халықтың басым бөлігі конституцияға енгізілген түзетулерді түсінбеген. Бұрынғы науқандармен салыстырғанда бұл жолы сайлаушылардың белсенділігі төмен болды. 11 сәуірде өткен референдумге 1.336.743 сайлаушы қатысқан. Бұл дауыс беру құқығына ие азаматтардың жалпы санының 37,8%, ал олардың 79,24%-і конституцияға түзетулер енгізуді қолдаған. Референдум кезінде 93 мыңда жарамсыз бюллетень тіркелді. Бір бөлігі әдейі білдірілген, қалғаны бос толтырылмаған. Сонымен, президенттік республикаға айналған Қырғызстанда Садыр Жапаров билігіндегі негізгі мақсат конституцияға өзгерістер енгізу болатын. Яғни ата заңға енгізілген түзетулерге сәйкес елдегі бар билік президенттің қолында шоғырланады. Мемлекет басшы сыртқы саясатты белгілеп, жоғарғы және конституциялық соттың судьяларын тағайындап, үкіметті басқарады. Министрлер кабинетінің жұмысын президент әкімшілігі үйлестіреді, ал премьер-министр қызметі алынып тасталды. Жаңа конституцияға сәйкес парламент депутаттарының саны 120-дан 90-ға дейін қысқаратын болды. Жоғарғы кеңеспен қатар халық құрылтайы да жұмыс істейді, бірақ тұрақты негізде емес. Құрылтай мүшелері сессияға жиналып тұрады. Делегаттар міндетін атқара алмаған шенеуніктерді қызметінен босатуды туралы президентке ұсыныс жасай алады. Ал жаңа конституция толықтай енгізілгеннен кейін халық құрылтайы атты президент бақылауындағы жаңа құрылым жұмысын бастайды. Құрылтай парламентке балама болып, президентке парламент билігін шектеуге жол береді. Бірақ Жапаров билік толығымен президентке өтеді деген тұжырымдарды жоққа шығарады. Сонымен қатар, жаңа заң парламенттегі депутат санын 120-дан 90-ға дейін азайтып, президентке судьялар мен құқық қорғау құрылымдарының басшысын тағайындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, заң жобасында формалды түрде цензураға тыйым салынған, бірақ онда пікір үшін қудалаудың қылмыс екені жазылмаған. Ал мұндай норма қазіргі заңда бар. Есесіне ұсынылған құжатта сөз еркіндігі шектейтін тармақтар бар. Мысалы, заң жобасында өскелең ұрпақты қорғау үшін моральдық және адами құндылықтарға Қырғыз Республикасы халқының қоғамдық санасына қайшы іс-шаралар заңмен шектелуі мүмкін деп жазылған. Қырғызстанда ата заңды барлық президенттер өзгерткен. Жаңадан сайланған Садыр Жапаров та бұл дәстүрден айырған жоқ. Президенттің құзыретін едәуір атыратын заңды ұсынғаннан кейін Freedom House халықаралық ұйымы конституцияның кезекті рет қайта жазылуы Қырғызстанның еркін емес елдер қатарына кіруінің бірден-бір себебі деген. Human Rights Watch ұйымы және басқа бірқатар заңгер қазіргі парламент сайлауының мерзімі өтіп кеткенін, сол себепті оның конституцияға өзгеріс енгізу туралы бастама көтере алмайтынын айтты. Ал жергілікті сарапшылар Садыр Жапаровтың президенттік басқару формасына өту бастамасы елді орталық Азияның өзге елдеріндегі секілді авторитарлық режимге әкелу мүмкін деп алаңдаушылық білдірген. Ақыры мамырдың басында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров мемлекеттік резиденцияда өткен ресми рәсімде жаңа конституцияға қол қойды. Орталық сайлау комиссияның төрағасы Нұржан Шайдалбеков референдум қорытындысын оқып, содан кейін конституцияға президент қол қойып, Қырғызстанның мемлекеттік гимні орындалған. Елдің негізгі заңына қол қойғаннан кейін президент халыққа үндеу жасады. Ол Қырғызстан ауыр экономикалық дағдарысты бастан өткеріп жатқанын баса айтты. Бұрынғы президенттердің ешқайсысында қазіргідей қиын экономикалық жағдай мен дағдарыстық жағдай болған емес, деп баса айтты Жапаров. Бүгінде Қырғызстан экономикасы 20 миллиард сом тапшылығымен аянышты жағдайда тұр. Пандемияның салдарына байланысты барлық елдермен сауда осы күнге дейін тоқтатылды. Сондықтан даму жолдарын іздеуге уақыт жоқ. Енді елді ауыр дағдарыстан шығару үшін күндіз-түні жұмыс істеу міндеті тұр, деді Қырғыз президенті. Президент сыртқы саясат туралы да айтты. Мұнда әрине ол Тәжікстанмен шекара жанжалын елемей қала алмады. Жапаров
осы жылдың сәуір айының соңындағы қайғылы оқиғалар қайталанбауы үшін шекарадағы даулы учаскесіндегі мәселені шешуге уәде берді. Көршілес елдермен шекара орнату мәселесі ондаған жылдар бойы шешілмеген. Біз биыл көрші елдермен шекара мәселелері бойынша келісімге келуді мақсат еттік. Сонымен қатар, біз көршілерімізге бірқатар мемлекет аралық жобаларды, көлік қатынастары мен әуе байланысын, шекарада экономикалық және мәдени байланыстарды дамытуды, соның ішінде суды пайдалану сияқты күрделі мәселелер бойынша бірқатар шараларды ұсынғымыз келеді, деді саясаткер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының жаңа конституцияның қабылдауына орай Қырғыз президенті Садыр Жапаровқа құттықтау жеделхатын жолдады. Бүкіл халық қолдаған Атазан Қырғызстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясының берік негізін қалайтын, ел егемендігінің қорғаны болатын және қоғамды біріктіретін басты құжат. Сіздің бастамаларыңыз бен реформаларыңыздың сәтті жүзеге асуы Қырғыз мемлекеттілігін нығайтуға, халықтың әл-ауқатын арттыруға және елдің халықаралық аренадағы беделін көтеруге септігін тигізеді. Қазақстан Қырғызстанның стратегиялық серіктесі әрі одақтасы ретінде бауырлас қырғыз халқына алдағы уақытта да жан-жақты қолдау көрсете беруге дайын, делінген Ақорда жариялаған жеделхатта. Ескеретін жайт, қырғыздарды атап айтқанда Садыр Жапаровты Тоқаевтан басқа дамыған батыс елдерінің басшылары жаңа конституция қабылдағанына өзге құттықтаулар байқалған жоқ. Қорытындылай келгенде, Орта Азиядағы демократия аралы саналып келген қырғыз елінің басқару жүйесі болашақта қай бағытқа дамитынын айту қиын. Авторитарлық жүйеден көз ашпай келе жатқан көршілердің жолын қуама, жоқ әлде өз жолын іздеме, белгісіз. Тәуелсіздік тарихында билігін үші төңкеріп, 2005, 2010 және 2020 жылдары тастаған елдің саясатын болжау да оңай емес. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер.